сол 5-ші және 7-ші бап ең маңызды баптар. Сол баптарда 4 километр радиуста біздің КТА контрольная точка аэропорта дегеніміз координаттары бар. Ережелері өте ашық жазылған. Сол екі бетті оқымай біздің кәсіпкерлер құрылыс жасайды. Қазіргі таңда жер кодексіне енгізілген өзгерістер бойынша бізге осында бір парақ жазу жазылған. Негізі осы ережеде жазылған тізім бар, қандай документтерді бізге береді. Сол ережеде 3 комиссия бар. Бірінші комиссия аэропорт комиссия дегеніміз аэропорт өкілдері кіреді, навигация өкілдері кіреді. Егерде әскери бірлік болса, әскери бірлік кіреді, және де әкімшіліктен де өкілдер кіреді. Бірінші комиссия. Екінші комиссия ол бізге жатпайды, ол тек қана әскери государственная авиация дегеніміз аэродромдарға жатады. Үшінші комиссияда навигация комиссиясында. Осы ережелерде навигация комиссиясы 46 километрден радиуста ұзақ құрылыстарға жатады. Соларды оқыса, кәсіпкерлер, әкімшілік бізге тек қана бір парақпен шықпайды. Оның ішінде керек проектілер болсын, информация болсын, ақпарат болсын, оның бір папка ретінде бізге беретін еді. Әуежайы аймағы маңындағы келісілмеген құрылыс мәселелеріне келетін болса, негізі осы қызыл радиустағы 4 километр. 5-ші бапқа сәйкес осы 4 километрде кез келген құрылыс аэропорт комиссиясына заключение үшін құжаттарды ұсыну керек. Бірақ осы көрілген ферма болсын, қоқыс свалкасы болсын, тұрғын үйлер болсын, құрылыс бастамада бізге заключение үшін құжаттарды беру керек. Алайда қазіргі таңда осы фермаларда, тұрғын үйлерде құрылысы бітті. Адамдар үйлеріні тапсырып алды. Бірақ та документтер жоқ әлі. Комиссия ретінде және де жазғы күзгі мерзімінде жасалатын іс-шаралар бойынша фотографиялар енгізді. Осы қоқыстар құстарды алып келеді. Мал шаруашылық дегеніміз аң сою, мал сою деген мәселелер бойынша біз оны қолдай алмаймыз. Осы фермаларда оны жасап отырма, жасап жатырма, білмейміз оны. Осы құрылыстар бәрі заңсыз жасалған. Осында үлкен қоқыс свалкалар құстарды аэродром жаққа жинайды. Статистика ретінде соңғы 2 жылдағы құстармен соғыстыру саны. Неге біз осы мәселені көтеріп жатырмыз? Біріншіден, құстар ешқашан ұшақтан қашпайды. Олар тікелей ұшаққа келеді. 2022-де құстармен соғыстыру жалпы саны 6. Негізі қарлығаштар, торбағайлар болсын, белгісіз құстар болсын. Бәрі статистикасını біз тұрақты ретінде ұстап отырмыз. 2023 жылында ресми түрде статистика алынған 2 жалпы сан болды. Соғысының құстармен соғыстыруының. Бірақ та тамыз айында біз оны статистика қосқан жоқ, біз тағы 2 нұсқа болды.